Сәлем балалар, бүгінгі сабақ 18-ші сабақ. Бүгін біз 9 деген санмен танысамыз. Бірінші тапсырмаға қараңыздар, суретте қай заттар 9-9-дан бейнеленген дейді. Алдымен мына сағатқа қарайық, иә, сағатта 9 деп сан көрсетіп тұр. Тура сол сағаттың астында стакандар тұр. Стакандар 9 бізде, мінекей. Санаңыздар, үшеуден 9 стакан. Содан кейін тақтаға назар аударайық. Тақтада көрсетілген дөңгелектер ол да 9. Одан кейін тура тақтан астында тұрған мынау борма, ручка ма, көрдіңіздер ма? Бұл да сарыдан 3, қызылдан 3, көктен 3, ол да 9 бейне көрсетілген. Мына баланың алдында да краскілер тұр, иә? Мен ойымша бұл бояулар. Ол да қарасаңыздар 9. Сонымен қатар әр балалардың алдында дөңгелектер тұр ғой, тура тақтадағыдай. Сол дөңгелектер, яғни шарлар ма, дөңгелек па, қалай айтсаңыздар да, соларда 9-9-дан көрсетілген. Сырым 2 дана түрлі түсті парақты ортасынан 2 рет бүктеді. Бүктелген қағаздан дөңгелек қиып алды. Неше дөңгелек шықты? 9 дөңгелек болу үшін неше дөңгелек жетпейді дейді. Ендеше осын жасап көрейік. Енді менде түрлі түсті парақ жоқ, сондықтан дәптердің парағымен жасап көрсетейін. Сіздерге мінекей 2 парақты алады, осылай сырым бірін үстіне қойып, 2 рет бүктейді екен ортасынан, иә. Ендеше былайынан бір бүктейміз, суретте де көрсетілген. Осылай бір бүктейміз да, және ортасынан тағы да бір бүктейміз. Мінекей. Осылай бүктеп, енді осыдан дөңгелек қиып аламыз. Дөңгелектер қиып алдық, енді осы нешеу санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен. Енді бізге 9 дөңгелек қажет. 9 дөңгелек болу үшін неше дөңгелек жетпейді дейді. Нешеу жетпейді балалар? 1 жетпейді, мінекей. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 дөңгелек болу үшін мінекей 1 дөңгелек жетпейді. Осы біреуін қоссақ, бізде 9 дөңгелек шығады. Келесі екінші тапсырма сандардың қосындысы мен айырмасын құрастыр. Бірінші қарайық. 8 қосу, мына тор көздің орнына бір санды қоюымыз керек. 8-ге қандай санды қоссақ 9 болады. Әрине 1. 8 қосу 1 тең 9. Келесі дәл солай 1-ге 8-ді қосақ бізде 9 шығады. 1 қосу 8 тең 9-ға. Келесі мына қосуларға қарап біз айырма құрастырамыз. 8 қосу 1 болса, демек 9 азайту 8 тең 1-ге. Және дәл солай 9 азайту 1 тең 8-ге. Келесі 7 қосу, мынау бос тор көздің орнына 2-ні қоямыз. 7 қосу 2 тең 9-ға. Астына дәл соны керісінше жазамыз. 2 қосу 7 тең 9. Және сол қосындыларға қарап айырманы құрастырамыз. 9 азайту 7 тең 2, 9 азайту 2 тең 7. Келесі 6 қосу, мына бос орынға 3 деген санды қоямыз. 6 қосу 3 тең 9-ға. Және астында 6 қосу 3 тең 9 болса, 3 қосу 6 тең 9-ға. Осы қосындыларға қарап айырмасын құрастыратын болсақ, 9 азайту 6 тең 3, 9 азайту 3 тең 6. Келесі 5 қосу, қандай санға 5 қоссақ 9 шығады? 4. 5 қосу 4 тең 9-ға. Астына 4 қосу 5 тең 9 деп жазамыз. Осы қосындыларға қарап айырмасын жазатын болсақ, 9 азайту 5 тең 4, және дәл сол сияқты 9 азайту 4 тең 5. Келесі үшінші тапсырма заттарды сана, олардың санын салыстыр және жаз дейді. Бірінші тұрған бізде стакандар тұр. Санайықшы нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 стакан бар. Қайшыдан 1, 2, 3, 4, 5, 5 қайшы бар.
Қылқаламнан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бар. 9 қылқалам бар. Енді салыстыратын болсақ, қылқалам 9, үлкен стакан бізде қанша болып тұр? 6. 9 үлкен 6-дан. Сонымен қатар, былай тағы салыстырсақ болады. Қайшы мен қылқалам салыстырсақ болады. Қайшы 5, қылқалам 9. 5 кіші 9-дан. Және қайшы менен стакандарды салыстыратын болсақ, стакан 6, қайшы 5, 6 үлкен 5-тен. Келесі тапсырма, бос орындарға тиісті сандарды ата, өзің 10-нан 1-ге дейінгі сандар қатарын құрастыр дейді. Ендеше кеттік. 10, 9, 9-дан кейін 8, 8-ден кейін 7, 6, 5, 5-ден кейін 4, 4-ден кейін 3, 3-ден кейін 2 және 1. Мінекей бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.